ұрпағы бәрі айналайда сау болсын, рахмет сізге бұлқаяқтан көп жұмыс істеп шаруашылықтастар алла разы болсын. Тараптарыңыз оң болсын, дендеріңіз сау болсын, бәріңізге де оң болғандар жасаватқан шаруаларыңыз құтты болсын. Жылдан жылға осылайға жеткізе бердім, дендеріңіз сау болсын. Ауырға амаса барып, жаңа айтып жатыр ғой, жаңа берген қағаздарыңызды жерге тастамай құрметтеп жоқай жүріп қойған, оң болған тараптарыңыз сау болсын. Қана біздерде ше бір-екі дүниемізді айтайық. Ресторанында ол рәсмилене дейсің бе? жұмыс жасаған балдарымызға қонақ беріп жатыр. Ата-бабамыз жолы өмірлік тарихи қалатын орынды өтіп, сіздер әлі соны бала-шағаларыңызда еститін шығар, менің баққан жерде жұмыс жасап әлем затын бітіріп өтіп, өздеріңізді біліп аққан жоқ. Аманша бітірген екенсіңіз, бітірген істің мені жоқ деп, кемі жоқ деп атыр бәрінің барып білген ағайындар. Ал енді қолдарыңызға деректі емес, бала-шағаңыздың қызығын көріп, тапқан табыстарыңыз берекетті болып, жақсылыққа жарасын, ауылдарыңызға аман барып. Ал енді бәріңіздегі жақсы тілектер ағайындар. Басқа бір жыл бұрын бастағанда қорқып енді жақсы болып жатыр деп жатырмыз. Арасында көріпкен болып жатырмыз өзімізде. Тілекшіміз бәріміз. Барымыз енді, сау болды. Ал енді осы жылдың басы ой жылы деп жатыр, жақсы болған. Менің тілейтінім осы ертең 13-14-іне ой ауамыз әдемі болып, кәдімгі кен құрғыстақ шығып, бір жағында бұлт, бір жағы жауын, бір жағы әдемі болып, сондай бір күн болса, иншалла. Ол болады, құдайға шүкір, мен кейде айтып болатын бар сондай. Иншалла, сол күні бір желді болмайтын, жақсы болып, осы мерекені ауды біршілікпенен бір берекетпен өткізсек, сол еді тілеп. Енді мына жаңа айтып кетіп қой, осы қасиетті Маңғыстаудың топырағы, Адай атамыз, Момал атамыз, Бекет атамыз, соның бәрі ұрпақтарымыз ғой, бәрі де бөтен емес. Соның ретінде, ал енді мен балдарына батамды беріп кетейін. Bismillahirrahmanirrahim. Әуелі Алла Тағаланың ырзалығына, екінші пайғамбар Расулымыздың хақтығына, тілектерінің дұрыстығына, мұралының асылдығына, садақаның қабылдығына, шүкіріңе нағымет, қайырына берекет, келді әулет, кетке бейнет. Асына, басына, жанына, малына берекет бер, пейіл бер, абырой бер, аман сақта. Шыққанның есесіне өндір, өстір, тастыр, төгілдірме. Ұл тілесе, ұл, бас тілесе, бас, жас тілесе, жас, ден саулығын тілесе, денінің саулығын бермей. Өбірілі, шүбірілі, ырысты, несібелі қылғай. Хазіреті саллаллаху жарылғай өмірбіралды. Мединада Мұхамбет, Түркістанда Қожа Ахмет, Қиуада Палуан Ахмет, Маңғыстауда Атамбекет. Яғдайын бәледен, бәтірден, қауіптен, қатерден сақта, ымыстан сақта, жыңыстан сақта. Түнде жүріп суғашқаннан сақта, дос болып қас болғаннан сақта. Аурудан, сырқаудан, бейнеттен, апаттан, тіл көзден, қырсықтан, қарғыстан сақта. Жетер-жетпестен сақта, жолы байланғаннан сақта. Қарыздар болғаннан сақта, алауыздықтан сақта. Шайтанның шарынан, патшаның қармен сақта, бәленің бәрінен сақта. Алла Тағала бастарына аманшылық берсін, дендеріне саулық берсін. Отбасыңызға ауызбіршілік, дастарханыңыз берекетті болып тойға жайылғай. Жорытқанда жолыңыз қыдыратты жолдасыңыз болсын. Маңғыстаудың бойында 362 әулие, Адай атамыз, Момал атамыз, Бекет атамыз бар, ата-баба әруақ жақсылар қолда берсін балдар. Кем болмасын бәріміз. Алла қабыл етсін сөзіңізді. Мынау бүгінгі бата беріп жатқан Бердіхан деген ініміз, атаның ұрпағы. Сіздермен тікелей жұмыс жасасып отырған Нарлыбай деген атаның ұрпағы, білесіздер ме? Осы жұмыстың бітуіне осы Нарлыбай інімнің күлі күш, Нарлыбай інімнің еңбегі ұшан теңізден. Күнде жатпайды, күндіз
тыным таппайды әйтеуір сіздерге сол материалды жеткізіп отырған осы нарлы байрамның айқайы. Көрмейсіздер ме, денесі де бәрі де сәйкес келеді. Ал енді ағалар, бір-екі аға болып той емес қой, тілектерімді айтып отырайық. Қайсы едім, бақытшыға бастаған. Ай, келе бермейді. Ай, кемші ішкім баға, көге айқын. Келе бермейді, келе бермейді. Айтып атыр ғой. Оттан томдағы адайаттарын құран отын жатқан кеше адай балдардың барлығы жалпы біздің оған емес 8 жасар адайдың барлығы сөйлі құран отын жатып олар үлкен сол бір белгі болған. Міне соны кейінгі ұрпақтар жаңғыртып жатыр. Міне ең биыл 8-ші ең кенже баласы Моңғолдарда Қарашаңырақ биыл сол мерекені жалғастырып сол жердегі құрылысты салдырып жатқан Моңғол ата балдары. Ал енді соның қасында жүрген мына азаматтарға және сол Қарақалпақстаннан келіп ол жұмысты атқарған оны істеген сіздерге үлкен мың алғыс. Жалпы Моңғол ата атынан адай атаның атынан ұрпақтарың өссін, өнерлері тасып, елдерге аман есен жетіңдер. Ал сол енді біздің басқа не екенбіз? Ал құрметті ақсақалдар, ал жігіттер, жаңа үлкен міне әбекең бастаған, міне шалдарымыз әрекең бастаған, әніміз әні ғой айтып кетті. Қайталамында оны айта берудің керегі жоқ. Көз қорқақ, қол батыр дейді. Міне сендер отырған 18 жігіт батырсыңдар. Неге дегенде кеше январдың 5-інде бастадыңдар, суыққа төзіңдер, жерде қараған жоқсыңдар, біздердің 5-6 рет басына бар, мәтелері бар рақымыз, сол жерде тұра алмайсың, сіздерге мыңдаған рақмет. Атаңа не қылсаң алдыңа со келеді деген, сіздерді сол шалдардың әруағы қолдап жүрсін. Бұл жаңа айтып кетті, адай деген атамыз 115 жыл жасап, Моңғолдың қолында қайтыс болған, сол Моңғол деген немересі болады, сол немересіне Моңғол атамызға өзінің батасын беріп кеткен. Қалнияз Шалбар ақынның мынандай сөзі бар. Ақ ордасы адайдың үлкен де үйін Моңғолсын, батыр да өзің пірдесін, ұлы да жиын қылар құралсын, 4 мұғалым тұрғанда қайсысы келіп адайдың қолынан қалай туалсын дейді. Сол Моңғол атаның, Бекет атаның әр уақытта сіздерді қолдан жүрсін. Әр уақытта батыр менен жерге өледі, жауы менен жерге өледі, батыр менен елге өледі деген. Міне баталы батсыңдар, ауылдарына аман есен барыңдар. Тағы бір Қалнияз ақынның мынандай сөзі бар. Адайда адай болғаны қай орындан кемедік, туырлықты қазақта, қазақ түгілі арапта, кім адаймен тең еді. Уақытында адай деген ережелерінің 8 қақпасының біреуі күзеткенде, соның патшасы өлгенде, сол кезде адай деген сол жерде патша деп алған екен. Ауылдарына аман есен барыңдар, әке-шешелеріңді қуантыңдар, қой жылы табысты болыңдар, мол болыңдар, бәле-желеден аурақ болыңдар, тапқандарың өздеріңе бұйырсын. Іштерінде Қарақалпақ бар, басқа бар. Қарақалпақта біздің нағашымыз көбін айтып қояды, ой, бұлар нағашыларың деп қояды. Келінберінің алты бар, сол келінберінің алты барысының екіншесі мал болса, сол біздің нағашымыз боласыңдар. Ауыл аралас, қой қоралас, бәрімізді сол Бесқаладан тұрған. Ал аман болған сол болыңдар. Ендігені мына Бақытжан менің қажыға барып келген. Қажының өзі жеріне қалмайды, өзі қажыға. Рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, міне бүгін үлкен дүбірлі тойдың алды деп есептейміз. Оған мінекей біздің мына әбекең ініміз үлкен ақ сарайында осы халықтың басын қосып
мына жұмыс жасаған жігіттерге, азаматтарға рахметімізді айтайық, және де шалдардың, үлкендердің батасын алып бірейік дейтін ниетпен мінекей шақырып осы жерге бәрін не қылып жатыр. Ол біріншіден әбеке сізге Алла осы жасаған жақсылықтарының бәрін Алла тағала қабыл етіп, тек қана осындай жақсылықтарда кездесе беріңіз деймін. Ал енді мінекей інілерім бірқатарын қарап отырсам балдарымсыңдар. Міне біздің еліміз, халқымыз, тумамыз қай-қайсыда риза болып сендерге үлкен алғыстарын айтып жатыр. Тек Алла оңынан бере берсін. Мінекей әрбір сендердің істеген істеріңді біздің жаңағы үлкен ұлы жерде, ұлы атамыздың басында жасаған ғимараттарының бәрін тіпті айтып отырса, ол таң атқанша бір үлкен кітап. Бұл енді түгел мәңгілік неде қалатын зат. Мінекей біздің ауыл сендерді сыйлап, алғыс хаттарын және одан да көрі мықтырақ мына аталарының баталарын беріп жатыр. Тек Алла тағала қабыл етіп, ақ жүзді, абырайлы, тату тәтті, тек қана үлкен семья бола беріңдер. Енді мінекей бүгін жұмысты бітіріп, Алла қаласа ауылға қарай жүрейін деп отырсыңдар. Жорытқанда жолдарын қыдырата жолдастарың дейді ғой, жаңа аталарымыз, ағаларымыз баталарын беріп жатыр, Алла тағала қабыл етсін. Бірақ жолда мен осы қалай адамды отправкада жасап жүрмін, жіберіп жүрмін, жастық жасап алмам. Бұны ең болмаса неден текемей қарадан ары өтіп кеткенше өте тыныштық керек жігіттер. Тек қана мына абырай қырыққан тоқтымен бірдей дейді. Сен әнерге барам дегенше абырай тоғы боласыңдар. Сондықтан жастық қылмаң, мастық қылмаң, бес тиын таптым демен, аман есен территориядан шығып кетулеріңді